Бағдарламамыздың бүгінгі санында көретіндеріңіз. Трансформатор дегеніміз не? Оның негізгі қызметі, түрлері және де жасалу жолдары. Қазақстандағы трансформатор жасайтын бірегей зауыт қай қалада орналасқан? Осы және де басқа ақпараттар туралы бүгін біле аласыздар. Кентау. Оңтүстік Қазақстан облысында орын тепкен бұл қала туралы біз не білеміз? Тарихқа жүгінер болсақ, алғашында Кентау оңтүстік Қазақстанның өнеркәсіп орталығы болады деп жоспарланған. 50-60 жылдары Кентауда көптеп энергетикалық және металлургиялық кәсіпорындар мен машина құрылысының зауыттары салына бастады. Ал ресми түрде қала ретінде Кентау 1955 жылы құрылды. 90 жылдары Кентау өз басынан қиын тоқырау кезеңді де өткерді. Дегенмен, оны абыроймен жеңе білді. Кентау трансформатор зауыты. Біздің бүгінгі түсірілім күніміз Кентау қаласындағы осы зауытта өтетін болады. Ал зауыт тарихы мен жұмысына үңілмес бұрын ең алдымен трансформатор дегеніміз не деген сұраққа жауап тауып көрелік. Трансформатор деген сөз латын тілінің трансформо деген сөзінен шыққан, аударғанда түрлендіру деген мағынаны білдіреді. Ал жалпы трансформатордың өзі кернеулі айнымалы тоқтың жиілігін өзгертпей, басқа кернеулі айнымалы тоққа түрлендіретін статикалық электромагниттік құрылғы. Бұл құралды 1878 жылы орыс ғалымы Яблочков ойлап тапса, кейін 4 жылдан кейін оны Усагин жетілдірген болатын. Қарапайым трансформатор ферромагнитті өзекшеге кигізілген өткізгіштердің екі жақты орамдарынан тұрады. Бірінші ретті орам қоректендіруші кернеу көзіне, ал екінші ретті орам тұтынушыларға қосылған. Олардың сәйкес орамдарының саны N1 және N2-ге тең. Осылайша трансформатордың жұмыс істеу принципі электромагниттік индукция құбылысына негізделген. Бұл Кентау трансформатор зауытының дәнекерлеу цехы. Мұнда осы алпауыт зауытта жасалатын құрылғылардың барлығы дерлік алғашқы өмірге келу кезеңдерінен өтеді. Цехте барлығы 200-ге жуық жұмысшы еңбек етеді. Цех атауының өзі айтып тұрғандай, мұндағы негізгі жұмыс дәнекерлеу болып табылады. Трансформатор дайындаудың бірінші кезеңінде оның 4 бұрышты, 4 қабырғадан тұратын металл қаңқасы жасалынады. Олар белгілі тәртіппен арнайы пішінге сәйкес кесіледі, кейіннен дәнекерленеді. Сондай-ақ мұнда арнайы тетіктері мен тесіктері жасалынған трансформатордың қақпасы да дайындалады. Дәл осы уақытта цехтың басқа бұрышында жұмысшылар трансформатордың келесі бөлшегін дайындап жатады. Оны мұндағы мамандар гофраланған немесе қатпаршақталған бөлшек деп атайды. Оның негізгі қызметі трансформатор іске қосылғанда ішкі бөлігі 50%-ға толтырылған арнайы сұйық май трансформатор температурасының қызып кетуінен сақтау болып табылады. Дайын болған гофраланған бөлшек трансформатор қаңқасына дәнекерлеу арқылы жабыстырылады. Содан кейін оның сыртқы қабаты толық сырлаудан өтеді. Жұмыс басындағы дәнекерлеушілердің барлығына да жұмыс сапасының жоғары болуына үлкен талап қойылған. Құрылғының әр бөлшегін дайындау белгілі бір уақытта және тиісті тәртіппен жүзеге асады. Зауыттағы талапқа сай қауіпсіздікті сақтау мақсатында мұндағы жұмысшылар отқа төзімді арнайы киімдермен қамтамасыз етілген. Сондықтан зергерлік ұқыптылықты қажет ететін дәнекерлеу жұмысын өз ісінің мамандары атқарады, дейді цех басшылығы. Трансформатор жасаудың келесі кезеңі орау құрастыру цехында жалғасады. Бұл бельгиялық соңғы үлгідегі жаңа техниканың бірі. Оның көмегімен трансформатордың келесі бөлшегі электротехникалық болаттан жасалған табақтар ораудан созылып, ұзынынан түзу кесіледі. Келесі қондырғы оны белгілі ұзындықта бөлгеннен соң пішіні үшкір қылыш тәріздес күйге айналады. Болат бөлшектер үстелге жиналып реттеліп қойылады да жұмыс барысының келесі кезеңіне өтуге жіберіледі.
Бұл сым шығару цехы. Мұнда трансформатордың бөлшегі болатын алюминий мыстан жасалатын сымдардың диаметрлерін кішірейтіп, орама станок деп аталатын құрылғы арқылы оларды изоляциялау мақсатында қаптайды. Оқшауланған сымдар орау құрастыру цехына әкелінеді. Мұнда сым шығару цехінде дайындалған тоқ сымдары орағыш станогы арқылы орауға айналады. Бұл құрылғының соңғы үлгідегілерінің бүгінгі таңда 11-і жұмыс істеп тұр. Әр құрылғы басында бір жұмысшыдан болады. Бір орауды жасау үшін кемінде 40-50 минут кетеді. Дайын болған орауларға алдында жасалған болат бөлшектер кіргізіліп, дәнекерленеді. Бір-біріне жалғанған, жабыстырылған, дәнекерленген бөлшектер арасында қалып қою мүмкін ылғалдылықты жою мақсатында бұйым, не басқа сөзбен айтқанда белсенді бөлік, Цельсий бойынша температурасы 105-110 градусты құрайтын пеште қыздырылады. Одан шыққан бөлік трансформатордың қақпашасына қатырылады. Бір-біріне қосылған бөлшектер алдында дайындалып қойылған трансформатор қаңқасына кіргізіліп орнатылады. Содан кейін гофраланған бөлікке суытқыш қызметін атқаратын май құйылады. Құрастырылып дайындалған бұл трансформатордың жарамдылық мерзімі шамамен 25 жылды құрайды. Трансформатордың маймен жұмыс істейтін түрінен бөлек тағы құрғақ трансформатор деп аталатын екінші түрі де болады. Ол құрғақ трансформатор шығару цехінде жасалады. Оның ерекшелігі, бірінші трансформаторды қызып кетуден сақтау үшін суытқыш май қолданылса, бұл екінші түрінде ол қызметті желдеткіш атқарады. Алдыңғы кезеңдердегідей дайындалған белсенді бөлік арнайы қалыпқа салынады. Оның үстінен арнайы шайыр құйылады. Ол толтырылған қалып шайыр құю пешіне енгізіліп, жоғары температурада қыздырылады. Дайын болған бөлшек құрғақ трансформатор қаңқасына орнатылады. Осы кезеңде трансформатордың бұл түрін дайын деуге болады. Негізінен құрғақ трансформаторлар кәсіпорындар ғимараттарының ішінде орналастырылады. Оның жарамдылық мерзімі алдыңғысынан жоғары, яғни 30-35 жылды құрайды. Зауыттың бөлек ғимаратында орналасқан келесі цехы кернеулігі 35-тен 110 киловаттқа дейінгі трансформатор шығару цехы деп аталады. Трансформаторлардың шағын көлемді түрлері негізінен дүкендер не жанар-жағармай құю бекеттерінде орнатылатын болса, осы цехте құрастырылатындары зауыт, гидроэлектростансалар мен фабрикалар сынды үлкен кәсіпорындарда қолданысқа ие. Бүгінгі таңда бұл цехте жасалатын трансформатор кернеулігінің ең жоғарғысы 110 киловатты құрайды. Оның салмағы шамамен 50 тонна болады. Орташа бағасы 80 миллион теңге. Мұндай алып трансформатор жасау үшін цехтегі барлық 68 жұмысшы жұмылдырылады. Ал жалпы осындай бір трансформатор құрау үшін 800-1500 сағат жұмсалынады. Әр ауысымда әр маман өз қызметі бойынша кезегімен жинақтау жұмыстарын жүргізеді. Бұл цехта кенеулігі 110 болатын үлкен трансформаторлар шығады. Тапсырысқа байланысты айына 10-15 түрі шығады. Бір трансформаторды құрастыруға кететін уақытты айта кететін болсақ, 800 сағаттан 1500 сағатқа дейін уақыт кетеді. Зауыт шығаратын өнімдері халықаралық сапа менеджмент жүйесінің талаптарына сай болу себебінен ISO 9001 сертификатының иесі болып табылады.
Мұнда трансформатордан бөлек 400 өнім түрлері шығарылады. Оларға трансформаторларды қосқанда өнімдердің шамамен 30-40% Ресей, Украина, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Ауғанстан елдеріне экспортталса, қалған 60-70% өз еліміз Қазақстанның кәсіпорындарына қызмет етеді. Бұл мемлекеттің ішкі нарығын өзіміздің өніммен қамтамасыз етудің бірден-бір үлгісі болып табылады. Қазақстан бойынша тек осы зауытта өндірілетін өнімдердің сапасы мен жасалу технологиялары одан әрі жақсарып, заманға сай әлі талай түрлендіріледі, дейді зауыт басшылығы. Ал біз өз кезегімізде сенім абыройын жарты ғасырдан астам уақыт бойы сөз емес таза іспен дәлелдеп келе жатқан зауыт жұмысына тек сәттілік тілейміз.